Әбілхан Қастеев 1904-1973 жылдары өмір сүрген қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретшісі, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. Туып өскен жері Алматы облысына қарасты Жаркент төңірегі. Топырақ бұйырған жері Алматы қаласы. Қазақстанның халық суретшісі. 1945-1956 жылдары Қазақстан Суретшілер одағының басқармасының төрағасы болған. Еңбек жолын түркісіб темір жол құрылысында жұмысшы болып бастады. Мәскеудегі көркем сурет студиясында Хлудов пен Вратскийден сабақ алады. Халық өмірінің алуан көріністерін шынайы бейнелеген 1000-нан астам көркем туындыларды дүниеге келтірген. Әбілхан қолөнерге одан соң суретшілік өнерге жастайынан бейім болған. Анасы айғанша, кілем алаша, бау басқыр тоқуға, сырмақ сыруға, шым-ши жасауға шебер адам болыпты. Әбілхан осы халық өнеріне бала кезінен көз қанықтырып, анасына ою-өрнектер салуға көмектесіп, сурет өнеріне қолын үйретіп өседі. Оның 1930-1931 жылдары салған қарындастың портреті, автопортрет атты туындылары түп нұсқаға ұқсастығымен және кейіпкер болмысын ашуға деген талпынысымен ерекшеленеді. Ол бірте-бірте ел өмірінің алуан салалы тіршілік тынысына ден қойып, тарихи әлеуметтік өзгерістерге суреткер зердесімен қарай бастайды. Оның мектепте түркісіб Жамбылдың портреті, ескі және жаңа тұрмыс, Амангелді сарбаздары, жас Абай сияқты туындылары дарынды суретшінің өткен мен бүгінді шыншылдықпен бедерлеген көркем шежіресі іспеттес. Әбілхан Қастеев суретші ретінде өзіндік дара қолданбасымен ғана ерекшеленіп қоймай, туған жерімен өскен елін перзенттік махаббатпен жырлай алған біртуар суреткер деуге болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.